Кеше сені күтіп ап әуежайдан Мейірбек жаныңызға барды жақын. Флай арыстан менен ұшып келдің, Айшолпанның көз жасын тамғызатын. Қол жүкке сыймайды деп домбыраңыз ақындарды есінен таңғызатын. Қолына домбыра алған адам көрсе қылмыскер деп санайтын, заң бұзатын. Багажға өткізді ме деп ойласам, ал сенің қолыңда екен әлгі затың. Стюардестер жәкеңе ұрыспақ түгіл, сұрауға да қорқадау төл құжатын. Домбырамен алысқан оу дүмшелердің, дұқтары жетпей жүрген жалғыз ақын. Ай сайын әуежайда қырыламын, соншалық болмаса да затымдардай. Багажға лақтыр дейді аспабыңды, бәрінде жаттап алған мәтін бардай. Со кезде бастаймын мен шайқасуды, соғысқа бара жатқан апымдардай. Өлтіріп қоймай тұрып, мен ешкімді бір заң шығарыңдаршы мақұлдардай. Қазір мен сахнаға журналист ақынымыз Мейірбек Сұлтанханды шақырамын. Мейірбекпен айтысатын қазақ айтысының бопай ханымы Жансая Мусина. Айтыстың болмасақ та оу хастарланы, сөзімнің биік болсын бәс салмағы. Айтысқа келген елге басым дейдім, бойында өнер десе тасқан қаны. Сүйінші хабарыңды жырлау үшін шабыты Мейірбектің аспандады. Бір кезде айдың көлдің қашқан бағы, қайтадан оралғандай қасқалдағы. Тұмардың даласынан бастау алып, Тұранның тұғырының баспалдағы. Түрік мемлекеттері саммит жасап, бетке алды бағаналы Басторданы. Тоқайыптың жеткізген хабары сол түркінің дәуірінің басталғаны. Кешегі Хангене мен Абылайдың ойының осы емес пе расталғаны. Түбі бір түркім деп ту көтерген сол едау Мұстафаның бастарманы. Ұрпаққа ұран болар кезі келді, бір сөздің күлтегіндей дастандағы. Аспан құлап аста жер айрылмаса, түркінің түгесілмес бастан бағы. Тұранның тұтастығы бұзылмасын, тізбектелген таулардай асқардағы. Өткенде оян қазақты көрген кезде, жанарынан жастардың жас парлады. Ұйқының ұйығынан шықса қазақ, тізіліп тізе бүгер қас жаулары. Күлтегіннің рухы оу қайт оянса, күннің өзі басы ер аспандағы. Игигигаккоу, агигайыу, агигигаккоу, ига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 гag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 
қалайсың? Қалжың сөзге оу, әпкем ұтқыр. Бопай ханым шап берсең тап беріп тұр. Еңбектің ақында адамдарын жырға қосу ақындарға берілген шарт болып тұр. Басқа ақындар басқатып мысал іздеп байқасам уайымға қаттеніп тұр. Бұл тақырып дәл маған тіптен оңай жаратқан өзі солай жақ болып тұр. Ақындар тек бір жақты жырлағанмен сенің көп қырларыңды хақ көріп тұр. Біріншіден ұстассың ұлағатты бағаңды батыста ел нақ беріп тұр. Жоғарғы оқу орнында дәріс оқып түлектерге диплом ап беріп тұр. Екіншіден өзінің сыныбы бар балаларды бағытқа сап беріп тұр. Жансаяның шыңдалған мектебінде жас ақындар айтысқа лап беріп тұр. Айтыста да жарқырап, қайтыста да уақытын қос тарапқа қақ бөліп тұр. Қасыма міне осындай ару келіп, басыма батпандай боп бақ келіп тұр. Басқаларды білмеймін бүгінгі айтыс,
сен үшін 8 март болып тұр. Еңбек ерін құрметтеп тақпасақ та, еңбегіңді жырлайтын сәт келіп тұр. Ағайын Мейірбекті қарсы алыңдар, шабытымыз ашылар шақ келіп тұр. Көрерменге көрсетіп жырлау үшін тақырыпты тірідей ап келіп тұр. Игигигаккоу, агигадеу, агигигаккеу, игагагага. Ай сұлусың, алтын қабағы, күміс бетті, шын бейнесін жасырмас шын іспетті. Сұлуда мақтай берсең құлпырады, суғисаң жайқалатын гүл іспетті. Айтысқан еркектерді аямаушең, Айсарадай сүйреген Қылышбекті. 18+ айтып жүргеніңде жасыңда 38+ бопты. Бұл жолы Жансаямен кім шығат деп ақындардың ішінде сыбыс кетті. Батыстан сен келет деп Рүстемдер бетке алып безіп кетті, шығыс бетті. Бегарыс жюри болып отырғаным жүйкеме жүкті сүрмес жұмыс депті. Мақсат дейтін ескірмес, махаббатың бұл жолы бағытынан бұрыс кетті. Әлек боп Жансаямен алысқанша әсемім әлде қайда тыныш депті. 30-да орда бұзар шағым дедім, ерлікті мен істемей кім істепті. Бөкейдің ордасынан өзің кепсің, Махамбетпен жұбанның жыр іспетті. Ол жақта Ақбөкенді атып жатыр, бұл деген мұқым елдің мұң іспетті. Алдынан шыққан аңды аямаған қаскөйлер қаннан басқа дым ішпепті. Сон ойлап сені қатты уайымдап, тарылып тар кеудемнен тыныс кетті. Айтысты Астанада жасағаны Жансаяға пайдалы бір іс бопты. Елінде атыс жабыс боп жатқанда бетке алып бер жақтағы тыныш бетті. Еліктің лағында ерке қыздың ел ордада жүргені дұрыс бопты-ау. Игигигаккоу, агигагеу, агигигаккеу, игагагагагага. Ай таратқан Тамиристен арғызатын, батыр қызсың додада қаңғызатын. Нарынның құм суырған құйынымен жайықтың толқынындай жар бұзатын. Хиуаздың сіңліседің көк аспанда, қанатын қас дұшпанның талғызатын. Кеше сені күтіп ап әуежайдан Мейірбек жаныңызға барды жақын. Флай арыстан менен ұшып келдің, Айшолпанның көз жасын тамғызатын. Қол жүкке сыймайды деп домбыраңыз ақындарды есінен таңғызатын. Қолына домбыра алған адам көрсе қылмыскер деп санайтын, заң бұзатын. Багажға өткізді ме деп ойласам, ал сенің қолыңда екен әлгі затың. Стюардестер жәкеңе ұрыспақ түгіл, сұрауға да қорқадау төл құжатын. Кішкентай деп күй тартқан бабаңыздың мұрасы бойыңызға мәңгі жақын. Сенің де сол кішкентай домбыраң ғой, үлкен-үлкен бәйгені алғызатын. 3 келі алтынды да иемдентіп, 300-ге даңқыңды да барғызатын. Құрметтеп Жансаяға сөз берейін, талабы аспанда да тау бұзатын. Флай арыстаныңды мысықтай ғып, аспабын салонына салғызатын. Домбырамен алысқан дүмшелердің дұқтары жетпей жүрген жалғыз ақын. Болғасын алталашқа атыңдардай, ешқашан сөз айтпайсың уақ ұлдардай. Ол рас домбырамды қолғап келдім, он айтсам миым қайнап сақылдардай. Қорлайтын адамдармен құндылығымды сыйласа алмай жүрмін жақындардай. Ай сайын әуежайда қырыламын, соншалық болмаса да затымдардай. Багажға лақтыр дейді аспабыңды, бәрінде жаттап алған мәтін бардай. Со кезде бастаймын мен шайқасуды, соғысқа бара жатқан апымдардай.
Аман жол айналайын ағатайым, қорғайтын домбырамды закон бармай. Төрінде жүрсіздер ғой парламенттің, осыны көтеруге қақың бардай. Өлтіріп қоймай тұрып, мен ешкімді бір заң шығарыңдаршы мақұлдардай. Аспанда төбелесіп әркімдермен қашанғы күн кешеміз пақырларда. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Сапарла сахнадағы мұраттасым, сен мені теңедің бе ылақ қашын? Елігім Елордаға келіпті деп, бұрасың ел жайына сұрақ басын. Даланың ақ бөкенін қырғандардың қадамын менің данық ұнатпасым. Мамандар санын реттеу керек депті, құртпаймыз депті түгіл бірақ басын. Кесірін тегізет деп шаруаларға айтыпты әңгіменің құрап басын. Арзанға сатады екен төшкілерін, жазықсыз жануарды сұлатқасын. Атыпты 20 күнде 5000 дайын осымен жарар енді тұрақтасын. Енді оның тұяғынан дәрі жасап, мүйізін пайдалансын құратпасын. Обалын арқалаған оңар мекен, жүрмесін тасқа соғып жылап басын. Көз қатқан құралайды мергендерді, киіктің кие сатып құлатпасын. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Ағайын, тарихта қалған анық қаңбасымен, батысым жаумен талай жауласып ең. Бүгінгі бүкей ордам мақтанады, кешегі мақаңдардың жалғасымен. Ауылым ел шетінде жатсадағы, қорғап тұр шекараңды ауласымен. Жәнібек Жанғаламның байтақ елі тұрған жоқ жерге қарап малбасымен. Желайып комбинаты аты мәлім, танымал астық толы қамбасымен. Бюджеттің бір бүйірін толтырады Ақсайым мұнайгаздың саудасымен. Ал Зенит бір жылдегі кеме жасап, жайықтың ағызады арнасымен. Жымпиты қара төбем бұл күндері егінін жинап жатыр арбасымен. Әйтеуір біздің жақта іші пысып жатқан жоқ, ешкім ауырмайтын жамбасымен. Ағайын ақ жайықтан келіп тұрмын, теңкелер әр адамы хан басымен. Сіздерге сәлем айтты жерлестерім, келсеңдерді қарсы алатын дәмдасымен. Сендерге сәлем айтты жерлестерім, ағадал еңбегімен нанын тауып, күн кешкен қоңыр тірлік шаруасымен. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай. Жаным, өзіңдей жолықтырдым даранымен, ашпаушек сыйластықта араны кең. Сырдағы сүлейлердің сарқытындай нартылған нартайлардан нәр алып ең. Кенжебай шәкірті бұл Кенжебайдың келдеген бүгін қандай жарағымен. Жасымды түгел айтып ел алдында атпақшау мені сынның садағымен. Ренжіме айтыстағы саран емес, көрсетсем кинодағай саранымен. Шошыта бермеңдерсей жігіттерді қыздардың емеспін ғой жамәнімен. Алаштың аялаған ақын едім, жырына қосып жүрген даланы кең. Бір күні жан саяңда кез боп қалар өзінің қылышбектей адамымен. Біресе бел сепетін жөндей алмай, біресе шапқылайтын сабағымен. Айтпақшы сол кинода ел ғана боп, мейманын қарсы алатын табағымен. Күлімхан анағада айналармын, әулетін басқаратын қабағымен. Игагай, игау, игагай, игагай, игау, игагай.
естімей Жансаяның ойбайын көп. Келіп ем елдің тойын тойлайын деп. Жасымды түгел айттың деп ренжейсің, негізі жігіт едім, ондайым жоқ. 18-ге қызсың деп жаңа толған, отыр едім сезімге бойлайын деп. Ойымнан аяқ асты айнық қалдым, құрысын алдартымды ойлайын деп. Жемқорлықты жырлауға шығып тұрып, Жансаяның жасын жеп қоймайын деп. Аунатсаң батыр дәрі ханды бері, өткенің Махамбетпен жәңгіреді. Мен біреуді өлтірмей тұрған кезде депутаттар шығарсын заңды деді. Әужекең мен Ринаттар бұл туралы қанша рет парламентте қамғып еді. Батыстың батыр мінез қыздарынай кетпеген қас дұшпанға қанды кегі. Өз айтқаны болмаса өршеленіп өлтірем деп бастайтын әңгімені. Ақындар жеткізсе де жырын кейіп, ақпарат айтылмайды бүгін фейік. Шынымен домбыраның мәселесі қоғамда бара жатыр тым үлкейіп. Айтысқа Ерлан Жақан ұлы келді, бір ұсыныс назарға ілінтейік. Жаңағы әуежайдың басшыларын айтысқа кеп дәстүрге үңілтейік. Тыңдатып айтыс терме күйімізді бойына қазақы қан жүгіртейік. Қазақтықтан безініп жүргендердің беттерін бер қаратып су бүркейік. Содан соң ялар бәлкім бізді көрсе түршігіп кететіндер түгірпейіп. Мәншіктің сіңілісін үйтіп-бүйтіп шүріппені басудан кідіртейік. Өлтіріп не табамыз қайтолардың, өліп жатқан намысын тірілтейік. Оғатқан Ақбөкенге ол кім екен? Озбырдың ісі содан өнді мекен. Ақсақ киік жайында мұңға батып, Сәкеннің жазған жыры мөлдір екен. Атам екен деп асқақ ән шығарған Қадыр мен Ескендірдің ерлік екен. Ескендірдің елінде сол киіктің есепсіз қырылғаны қорлық екен. Атам екен даласы атып жатса Ресейге қашпай қайтсын сорылып екен. Мобилді топтар шығып, мылтық ұстап, мобилизация сондай болды мекен. Ол жақтан бізге келген орыстардың орны Ақбөкенмен толды мекен. Тұңғыштар туған дала боп қалмасын, даламда киік жортқан соңғы мекен. Бар ақын Жансаяға қалжыңдайды, сенікі шыдап жүрген ерлік екен. Бірақ та бір сәт болсын сол ақындар жанарыңа үңіліп көрді мекен. Жылқыда жылайды деп жұрт айтқандай, сенің де көзіңе жас толды мекен. Сары алтынды сағынып келген жоқсың, ол сенің түріңнен ақ белгілі екен. Қанекей Жансаяға қол соғыңдар, сақына серпілетін орның екен. Қызылған боп қырылған киік тойлап, көзің шық көкірегің шерлі мекен. Солардың Сәкен туған Сарыарқаға соңғы айтқан сәлемін ап келді мекен. Бабамнан мирас болған атырап бұл, қазірде қайғы мұңға батып ақ тұр. Сыртын сылап қойғанмен біздің қоғам қабырғасы ішінен қақырап тұр. Жеткізіп айтар болсақ, бізге берген тақырыпта алынбас ақы қап тұр. Пешкалары бірінші шайқас төлген жемқорлық деген ойын шахмат бұл. Бір ғана білім саласын мысал қалсам, былыққа белшесінен батып ақ тұр. Жайлы мектеп саламыз деген жоба көңілге көрініп ет жақын ақ бір жылда 146 миллиард бөліп дедіктек игеретін сәті қап тұр. Оның тек 3/1 игеріліп бір-бірін сотқа сүйреп шақырат құр. Осының кесірінен қанша бала 3 ауысым мектепке қатынап тұр. Тендерден теңге жасап үйренгендер жемтігін жемқорлықпен атып ап тұр. Партадағы ұрпақтың болашағын порталдағы ұрлықпен сатып ап тұр. Қалаған компанияға ұттырасап, шапкысын жоғарыдан уәкілап тұр. Құрылыстан құлап өлер байғұс қазақ, олар тек кабинетте отырат құр.
антикор коррупцияны жоямыз деп, екпіндеп екі көзі шатынап тұр. Кабинетке камера орнатса да ұрыны ұстай алмай ақырат күл. Себебі оның парасы папка емес криптовалютамен сатылап тұр. Жемқорлар ойланатын уақыт келді, сыр бермеген сыздауық атылат бір. Үмітін ел халықтың сөндіргенді, үзілгендей көрмеңдер жапырақ құр. Құлқынның құлы болса бірақ сәтте құдайын ұмытады ақымақ құл. Төмендегі камера жазбаған мен, төбеңдегі камера бақылап тұр ай. Денсаулық саласы да тегі бізде. Бітпейтін жыр болып тұр көбімізге. Міндетті сақтандыру төлемесең дәрігер міндеттемес еміңізге. Ен алмай емхананың есігіне қаласын құлап жатқан жеріңізде. Мәмісте Мәсімовтің бір түрі ғой, бір пайдасы тимеген елімізге. Мәсімовті айтып ем, аяқ асты ринаттай шығып кетті еріңізде. 10 беріп бағаласаң отырсаңшы 9 беріп құлатам дедіңіз бе? Сен де көп дәргерлерді сынаушы едің. Болбырлар болып тұр деп мезі бізге. Мырзалиев Қадырдей атаң жайлы. Тілшінің арқау болсын сөзі бізге. Кардиолог боларсыз деген екен егер ақын болмаған кезіңізде. Жаңағы әңгімені бұлай тұста бұрып көрсе қайтеді өзіңізге. Жансая қандай дәргер болады екен көрейі келестетіп көзімізге. Бастырған бас киіммен шаш әдемі, көк халатпен көз тартқан асар еңі. Мықты бір хирург боп жүрер еді, себебі бұл қалжыңның қасап еді. Сақтандыру полюсы жоқтарды да қабылдап шарапатын шашар еді. Күрделі оталардың бәрін жасап атағың Ақшолақовтан асар еді. Ел жұртың сынып беру бұлай тұрсын есіміңді тарихқа қашар еді. Жансая Мусинаның атындағы жарқыратып емхана ашар еді. Отадан оян алмай жатқандардың алдынан арайлы таң тосар еді. Шорабектің әнімен айқайласаң шошып тұрып құлағым басар еді. Кезек күтіп сабылмай больницада орындар өздігінен босар еді. Апқот жасап сен келсең науқастарға, мазалайтын түк жоқ деп аса мені. Қай жерінің ұмытып тұрғанында есіне түсіре алмай сасар еді. Пакеттерін жинап ап пациенттер палатадан өздері-ақ қашар еді. Құрысын ақын болып тыныш бопты, себебі сендік мінез асау еді. Соқыршек боп бір бойдақ жігіт келсе ашуың арнасынан тасар еді. Сұлуларды көзіне ілмей жүрген еркекке көз қарасың нашар еді. Скальпелін спиртке сүртіп алып Жансая дереу іске қосар еді. Ол бойдақ ботадай боп боздап жатат, хирургтың бітет деп қашан емі. Неге бұлай қиналды демеңіздер, отаның басталғанмен бас әдемі. Сорғайнаған байқұсқа біздің дәргер, соның бәрін наркоссыз жасар еді ауай. Шапқанда шаршамайдың құла керең, ойларың Жансаяны қыла делең. Сен доғдыр болсаң хирург болар ең деп, отырсын қиялданып құра бөлең. Ал жақсы хирург болсам несі қиын, пышақты жалаңдатып шыға келем. Кесетін жерлер болса кесе берем, жұлатын жерлер болса жұла берем. Ішегін емдейсің деп бойдақтардың әй сенің ішің шықпайды мына менен. Емдеймін мінезімді көтерсекім, артуда қасымдағы нөкер сенім. Қорықпай сол жұмысты маған берген, басын көп жасамайды екен сенің. Құрысын ойнап айтам, жоламаймын, рахмет көп жұмысыңа көкем сенің. Бойдақтың обалына қалғым келмейді, сөзіңе еремін деп бекер сенің. Наркоссыз соқыршегін аламын деп, байқамай айналдырып ап жүрермін. Айтуға болмайтұғын бөтен
шегін игагай гай игагай игагай гоу игагай. Сахнаға ай суға кеп отсын ғой, тиісер қара таппай тек отсын ғой. Толғатып кезегіңді ұзағынан 5-6 шумақпенен беріп отсын ғой. Мейірбек сәл ойланып сөйлесеңші, сөзіңе сенімді боп бек отсын ғой. Жемқорлық тақырып боп жатқан кезде жасыңды жеп қоймаймын деп отсын ғой. Бірақ сен бір сөйлесең тоқтамастан бәрібір уақытымды жеп отсын ғой. Игагай гай игагай игагай гоу игагай. Еледік еңселі ғып қала салған, шығатын орманымен жаға салдан. Ақтару ақиқатты парыз шығар, жолдармен жүрсек бір жан сара салған. Бір жылда 2 мәрте туың түсіп, 2 мәрте аза тұтып, ту түсті тұғырынан ала сарған. Қайтейін не көрмедің қайран қалқым, аумайсың қайғы жұтқан қара шалдан. Қаңтардың көп шындығы ашылмастан, жабулы қазан болдау жаба салған. Табиғи апат дедік, шығыстағы кім екен орманыңды жаға салған. Солдатты кінәлі ғып шығардық па, оқ дәрі қоймаларын жара салған. Кешегі шақтыдағы опатыңда бір күннің шаруасы емес бола салған. Бұл ісі адамдардың бір-бірінің толтырып қалтасына пара салған. Байлығың дөкейлердің қолында жүр, шетелден тапқан бақыт жаңа шарман. Қырғыздар жемқорларын қырып жатыр, әзірге ол біздерге тамашарман. Негізі мен дойлаймын, аш көздерді дұрыс деп бір оқпенен қаға салған. Жыланды жеті кессең кесірткідей, күші бар дегенге кім тала салған. Сондықтан мұжғыламай қайта-қайта, жыланның басын дұрыс шаба салған. Игагай гоу игагай игагай гоу игагай. Жылангым мына жерде кесірткегім, демесін қызым сөзбен нешірткенің. Антикор қармағыма ілдім дейді, қазынаға жүргендерді тесіліп керім. Ай сайын бір шенеунік ұсталады, жараспас енді оларды кешірткенің. Құтырып болған шығар асып тасып, яқтымен қыдыратын есіріктерің. Жерлерді қайтарыпты заңсыз кеткен кезіндегі Ахметжан Есімовтердің. Енді сол ел тағдыры сот алдында саудамен кетпес екен, шешіліп керім. Тойларын аяқтасын тойымсыздар, 30 жыл бойы жарар есірткенім. Игагай гоу игагай игагай гоу игагай. Микоштың тілін тәтті қаймақ дерсің, нарларға лесіп жүрген тайлақ дерсің. Оқушы кезінен бұл көзге түсті, бұйырса 100-ге дейін сайрап берсін. Келеді аламанның алдын бермей, әлі де барған жерден бәйгап келсін. Ақтарсам ел алдында еңбегіңді, өзіңді жаратуға сайбап керсің. Өнерге жанкештілік танытқанда, табаның қалай сенің тайғақ келсін. Айтысқа бір бағдарлама ашып қойдың, енді оны ел арнадан аймақ көрсін. Қойыпсың атын кімнің есінде деп, дегендей өткен күннен айғақ берсін. Елеусіз жүрген елдің ақындарын елеймін деп төгесің, әйбәт дершін. Ұлтымның өнері үшін туған ұлға Құдайым сахнада да сайбақ берсін. Бүгінгі алтын домбыра басқақ емес, өзіңе бас бәйгіні байлап берсін. Мен оған еш қарсылық танытпасем, өйткені бабы келген байрақ дерсің. Ең кіші ақыны болсаң да осы айтысқа, ең үлкен еңбек еткен қайрат керсің. Игагай гоу игагай игагай гоу игагай. Ау жансая жарамайды кек қуғаның, білмедім неден уайым жеп тұр жаның. Домбыраңның шегін керіп бұрап, аз беді айтыстарда реп қылғаның. Шексілесін қатырып көрерменнің, қыздырдың сахнаның көп думанын.
соқыр шекті айтып ем қызық болдау, бас салып бөтеншекке бет бұрғаның. Сарыарқаның білесің салт дәстүрін, сорпасы жүргізетін еттің қанын, соғымның уақытында келіндері шұжық қылып турайтын еттің бәрін. Сарыарқаның аязын сезбеу үшін сарыарқаның сарымсақтың сіңдіріп өткір дәмін. 12 қабырғадан қазы жасап, шеміршекті көрушек шеткір қанын. Күнде мұндай мүмкіндік туа бермес, бар мекен ептей алар ептұлдарың. Арқаға таптырмайтын келін келді, айналдырып тастайтын шектің бәрін. Шынымен көрермеді айтыстан соң Жансаяның ақ келін боп тұрғанын. Қылышбек болмаса да семсер сүйген сенімді бір жігітпен серт құрғанын. Содан кейін айтысқа орал емес Астанадан шығамын деп тұрмағын. Шорабекті ұмытып әужекеңнің мақамымен сызылып кеп тұрмағын. Меруерт моншақтай қып тізген жырын, Мейірбек жұп болды ғой қызбен бүгін. Ең үлкен қайраткер деп айтыстағы мақтау естіп мәз болдым сізден бүгін. Мақтауға мәз болсақ та бір адамның дәл бүгін айту парыз бізгерлігін. Ұлттың ұлы өнері өшпесін деп қолына шырақ алып іздендігім. Ол кім десең әрине жүрсін Ерман, оғатын Ұлытау мен Мұзбел мұңын. Ақын іздеп айтысқа демеушіз деп шарлаған шартараптың құз бен құмын. Елінің өнері үшін елемеді, күншілдің бүйірінен сүзгендігін. Жүкеңнің айтыстарын елге сұнып, мен жүрмін өзің салған ізбен бүгін. 100 жыл ғұмыр кештемде жасау қиын, жүрсіннің еңбегінің 100-ден бірін. Сырқаты қазір сыртқа шығып жатыр, жүрекке сонда қатқан мұз белгінің. Осы күні ойласам денсаулығым, аққудай көл бетінде жүзген мұңым. Келем деп осы айтысқа келе алмады, сон ойлап күңіренем күзбен бүгін. Тез жазылып шығыңыз жүрсін аға, іргеміз сізбен бүтін, сізбен мығым. Айтыстың қаранары аман болсын, үмітіңнің жалғаған үзген жібін. Алтын домбыра жоқ кезде осы айтысқа алтын дәуір жасаған бізден бұрын. Ұлағатты ұстаз ет бұл мамандар, сағатын ұрласа да сынбағандар. Уақытымды жек қойдың деп ренжейсің, бұртиып мәселеме бұл далаңдар. 4 минутқа төзімің түгесілсе, 4 сағаттап отыр ғой мұнда адамдар. Ендеше ерлік жасап отыр екен тапжылмай осы айтысты тыңдағандар. Демалыстың бір күнін айтысқа арнап қол соғып ақындарға шулағандар. Еңбекке арналған бұл айтыс еді, бағы жанар жалқаулық қылмағандар. Маңдайынан тер төккен мықтыларды таңдайынан тер төгіп жырлағандар. Жаңағы сөзің ойдан шықпай қойдау, жүрекке туралға қадалғандай тураған жар. Аз ғана минут тойлап өз ішінен азап шегіп отырған бір балаң бар. Құдды бір өз-өзімді жемқор санап ойымнан шықпай қойдау шырғалаңдар. Ойпырмай қара жерді қай бетімен басады екен сөзінде тұрмағандар. Орындалмас уәдемен бар қазақтың 30 жыл уақытын ұрлағандар. Суайттың бұқасы да бұзаулайды, жемқорлар көктемде жеп күз ұрмайды. Абайлап ұстамасаң алтын тақта алтын сап алдаспандай жүз арбайды. Ата заңға енгіздік бір өзгеріс, бұрында көріп бедік біз ондайды. Президент тек 7 жыл отырады, жоспарын одан артықсыз алмайды. Квази секторларға қылаң қылып, өзінің туыстарын тіз алмайды. Мемлекеттің байлығын бұдан кейін меншіктеп күйеу бала қыз алмайды. Ата заңға айшықтап жазған бапты енді ешкімге балталап бұза алмайды. Ал енді көрші көз жүгіртсең, көңілін осы боп тұр бұзар қайғы. Біз
біздерге ақыл айтқысы келгенімен өздерінің беттері қызармайды. Биліктерін создырып қайта-қайта диктаторлар үмітін үзе алмайды. Барбылықтың бастауы осында ғой, соқыр салған соқпақтан із оңбайды. Бір елді қанап тонап билік үшін бір әулеттің ішінде қызар бәйгі. Әділдікті тоқайып бастап берсе, сыбайластар бүйірден сүз алмайды. Енді көрші үлгі алсын мемлекеттер біздердегі саяси бұ жағдайды. Капитанды жаңартып отырмаса, кемеміз кең мұхитта жүз алмайды. Мемлекетін ойлаған президенттің мерзімі сайлау сайын ұзармайды уай. Ұлттық қорға қорса қол салып, қол салғанда мол салып, 9 жесе тойынбай, опыратын он шалып, торқа киіп төрде жүр, тоғышарлар томсарып, жарықпен жылу жүргіздеп, ауыз суды кіргіздеп, ауылға бөлген ақшаны ауласына моншағып, ыстық күннен ем алып, Дубайда жатар дем алып, тетістерің тесіліп, қаңтарда жаурап тоңса жұрт, жемқорлыққа жол жоқ деп, жырлағанда зор шабыт, жауыр болған жабынны қамшылаудан шаршадық, көзді жұмып отырдық, төккен асты төбет жеп, көздегенін көрш алып, атаңа нәлет жемқорлық, сен болмасаң бұл қазақ, сорлайтын беді соншалық, 30 жылда тастарек, шай құйсаң да кесеге, шай қалмайтын жол салып, еден жуған кейуана, 50 жылда таппайтын, арқа етін аршағып, қаражатты ап келді, қатырмайтын футболист, бір жылда бір гол салып, 8 сотық кедейлер, жер табалмай сенделсе, болаттың жері бос жатты, таумен бірге қоршалып, бесіктегі баланың 5 тиын таппай еміне, көп балалы ана жүр, көз жасынан көл сауып. Ұлттық қор ойлап баланы, жер аманат даланы, есімізді жинадық, енді ғана енші алып, ертеңге үміт артамын, ұлылардың ұрпағы ұсақталмас деп оншалық, өсірмеп бедік бір елді, обал деген бір сөзбен, 10 бәлеге тор салып, мақтаншақтан жерініп, қанағатқа семіріп, арғымаққа ер салып, айбынды халық боларымыз, абай айтқан адамдық, тұғырына қонса жұрт, жетімнің жемей ақысын, халықтың жемей хақысын, обадан қорыққан адамдай обалдан қорқар болса жұрт ай. О, мұнай мен уран мырышым, қорғасын алтын күмісім, келімсектің қолында кетіп жатса ырысым, байтақ елді бабалар қорғап қалды кім үшін? Кредитімнің бір айын кіріптар болдым жабалмай, жалақы берсе жұмысым, қарызға батып белшеден қағып сілкіп отырмыз, қалтамыздың қуысын. Мен ғана емес бұл күні, мемлекетімде дәл сондай, мысал керек пе бұл үшін? 16 триллион кірісім, 24 триллион шығысым, шетелден алған қарызбен шекеміз қайдан жібісін? Бөлінгенді бөліп жеп, көрінгенді көміп жеп, сыбайласқан ұйымдар білдірмес сыртқа сыбысын, президентке болыспай, мүдделері тоғыспай, іріткі салған дұшпандар іргемізден ірісін. О, қазаққа айтар тілегім, жемқорлықпенен жемқорлар жүйесіменен құрысын, шығысымды өртеген орманның қалған күлінің күйесіменен құрысын, оператор ұроптың иесіменен құрысын, жазықсыз елді жау санап, Жаңаөзенде оқ атқан әскермен бірге құрысын, қарапайым халықты қанғақ сатқан қаңтарда Қаскөймен бірге құрысын, Машкеевич Клебанов Мешкеймен бірге құрысын, сол қаңтарда тілдерін жұтқанмен бірге құрысын, қашып шығып шетелге көк паспортын қолдағы жыртқанмен бірге құрысын, абала бүріп алыстан табалап күлген Аблязов Мұхтармен бірге құрысын, кердеңдеген кеудесін кешірімге июге миы жетпеген миллиардер Митталмен бірге құрысын, тобықтай сөздің түйіні келешектің күн үшін, берешектің құн үшін, жеті ұрпағыңа жетпестей жемқорлықтың жеті атасы Мәсімовпен бірге түрменің түбінде жатып шірісін.
жүретін қандайында, нарынның қызы лайық нардай ұлға. Жәкеңнің жетпей тұр тек жаңалығы жаңа Қазақстанның жағдайында. Қалайлардың мойыны жираф болды, жансая жар болады деп қандай ұлға. Менденді қоштасарда тілек айтам, сенденді қоштасарға ән дайында. Қайтесің әртіс, әнші, блогерді әртүрлі қызбен жүрер әр вайында. Бір еңбек адамына адал жар бол, табананның дәмі бар таңдайында. Екеуің асқар таумен бұлақ болып, балашаға өрбісін баурайыңда. Осындай жігіттер ғой, жаны қалмай ойлайтын ел жайында, жар жайында. Ол жігіт кім біледі, торғай жақта тор салып отыр мекен нән жайынға. Жақайып ыбырайдай кетпен шауып, жүрмекен егістіктің шалғайында. Жоқ әлде Қызылжардың қырманында, сен ойлап отыр мекен комбайында. Тареккен шығанақты таңдар бәлкім, тарыдай бірмін жоқ қыз тал бойында. Сондықтан жансаяжан өзіңді ойлап беріліп не қыламын саруайымға. Шебер құдай қиюын қиыстырар, бұйрықсыз бір жармайды талғайыңда. Мыңғыртып қой айдаған бір жазылбек, жазылып тұрған шығар маңдайыңда уай. Сынаққа жатыр дейсің, сыналмай кім? Мен ойлап қалыңдаптау күмән қайғың. Жазылбек жазылар деп маңдайыңа жұбатқан сөздеріңе жұбанбаймын. Жолықсам тағдыр айдап ақ жездеңмен мен басқа нәрселерді пландаймын. Апталап айлап жүрер айдалада қырманға барам десе қуанбаймын. Ауырып қалып жүрер азаматым жүк ауыр жұмыстарға шығармаймын. Егінге бара берсін басқа еркектер, хабарын алыс кетсе ала алмаймын. Ренжіме әрең тапқан күйеуімді көзімнен бір күн таса қыла алмаймын. Игагай, 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 игагай. Айналайын ағайындар, қадыр асқан құрметтім. Ел аманда бақыт өмір сүрмекпін. Тамсандырып талайын, қоштасардан салайын, аяқталар кезі бар әр дүрмекпін. Мемлекетпіз, тәуелсіз біз жекеміз, жекемізді жырға қосып кетеміз. Қарасақта бір айлыққа, абыройға, байлыққа, адал еткен еңбекпенен жетеміз. Тоналмасын кеніміз бен жеріміз, жерімізге сіңу керек теріміз. Дәмін татқан паранын тыю керек аранын, бақыт өмір сүру үшін еліміз. Бізге берген жемқорлық бол тақырып, қазылар біз айттық оны қатырып. Енді жасап құқайды жеп қоймаңдар ұпайды, үйге қарай аттанбайық бақырып. Айналайын мейірбегім, іншегім, біраз жұмыс бір басыңда жүрсенің, эфирге уақыт табасың, айтысқа да шабасың, тірсегіңе соғылып бір тірсегің. Микөшіммен мақтансын деп даласы, жақсы өсірген бапасы мен мамасы. Төрден төгіп адал жыр, үзіліп кетпей аман жүр, шиелінің шиден жұқа баласы. Ағайындар алдарыңда табандек, таразыға екі бірдей балаң кеп. Түсінемін сіздерді, таңдай алмай біздерді, отырсың ба қай жеңгенің маған деп. Ақ жайықтан келіп тұрып батыстан, жөн болмайды алдарыңда шатысқан. Жырға бөлеп халқымды, шын мақталсын алтынды, осы айтыста 16 ақын қатысқан. Ал Микошым қайқай-айық осымен, өмір өзен өте берер көшімен. Игі жақсы көрермен, тағы кел деп өнермен, шығарып сал көңіліңнің қошымен. Бәрекелді.
Қошемет ардақты ағайын.